Сәлем достар, бүгінгі тамағымыз тауықтың фаршынан бомба котлет. Неліктен бомба? Ал бастаймыз. Өте дәмді, тамаша шығатын тағам түрін дайындап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. 3-4 бас пиязымызды турап, табамыз отқа қойып, сүйек майымызды құйып, сүйек май қызған соң пиязымызды салып, қуырамыз. Жуамыз жақсылап, сарғаған соң оның үстінен үккіштен сәбіз өткізіп, және де 40 қабатымызды турап, осы екеуін сарғайған пияздың үстінен саламыз. Тұзымызды, қара бұршымызды салып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Дайын болған салмамызды тез суы үшін жайпақ ыдысқа салып аламыз. Сүзгіге салып қойған фаршымызды тұздап, бұрыш салып араластырамыз. Сүзгіге салып қойған себебім, фаршым сулылау көрінді, сол суы ақып кетсін деп сүзгішке салып қойған болатынмын. Фаршымыз дайын болды. Енді пакетті бір пленка алып, осыған фаршымызды салып, 2 ас қасық фаршымызды салып, жайып, 1,5 қасықтай салмамызды саламыз. 1,5 қасықтай салма салып, үстінен сыр саламыз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Енді пакетімізді жақсылап ораймыз. Бомба котлетімізді формалаймыз. Формаланған котлетті енді сухариге салып, ары-бері аунатаймыз. Противнің бетіне жаңағы пергамент қағазымызды төсеп дайындап қойғам. Осы противнге қоямыз. Осылайша барлық котлетімізді, бомба котлетімізді дайындап алып, қызып тұрған пешімізге, 200 градуста қызып тұрған пешімізге 40 минут духовкаға салып қоямыз. Ал енді бұл уақытта біз піскен картошкамызды езіп, пюремізді дайындаймыз. Езіліп жатқан картошкамыздың үстінен сливочный майымызды саламыз, және де жылып тұрған сүтімізді қосамыз. Ыстық сүт болса бола береді. Жақсылап пюремізді еземіз. Достар, өздеріңмен бірге болған дәмді ас каналы. Каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тарелкамызға пюрені салып, жақсылап бомба котлетімізді қоямыз. Ал асымыз дайын. Менімен бірге бол, келесі қызықты рецепті өткізіп алма.